Мектеп барлық рухани өркениеттің ошағы, білім ордасы. Білім алып, өздерінің жарқын болашағын қалаушы. Әр адамның өмірінде мектептің алар орны ерекше. Мектеп жан-жақты дамуға жағдайлар туғызатын, адамның өз бетімен білімін жетілдіруіне жағдай жасайтын, таңдау мүмкіндіктерін туғызатын, еркін және шығармашылық тұрғыда қызмет жасауға мүмкіндік жасайтын ошақ болу қажет. Бұл үйлесімді өмір мектебі. Мектептің басты міндеті ең алдымен нағыз адамды тәрбиелеп шығу. Адам қанша жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, өмірдегі ең ұмытылмас сәттер болып мектепте өткізген уақыт қалатын шығар. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме. Осы кемеде 11 жыл уақытты әр бала өткізеді. Мектеп табалдырығын тарыдай болып аттап 11 жыл бойы білім алып таудай болып шығамыз. Алғашқыда мектепке келіп, әрбір әріпті, әрбір санды жазып үйрену қалай қиынға соққан еді. Уақыт өте бәрі өзгерді. Жазуды да, оқуды білмейтін кішкентай балалар бүгін міне мектеп бітіру туралы аттестатты қолдарына ұстап, үлкен өмірге жолдама алды. Қашан ғана осы мектепті бітіремін деп көзді ашып жұмғанша уақыт тез өтті де кетті. Соңғы қоңырау осы жылы мен үшін расында да соңғы рет соғылды. Сонша асығып бітіргім келген мектебіммен қимастықпен қоштасып отырмын. Мектеп қабырғасында өткен қайран уақытты бағаламаппыз. Мектеп қабырғасында өткізген әрбір күн, әрбір 40 минут балалық шағымның балғын уақыты болып қала бермек. Сондықтан мен мектебіме мың алғыс айтқым келеді.